Барлықтарыңызға сәлем, сіздермен Қадырбек Сағыныш. Бүгін өзімнің каналымда керемет дәмді шаурманың жасалу жолымен бөлісетін боламын. Ендеше осы видеоны соңына дейін қараңыздар. Ең алдымен біздер тауықтың етін маринадтап алуымыз қажет. Менде тауықтың филесі, дәміне қарай тұз, кептірілген сарымсақ, паприка, соя тұздығы және де зәйтүн майын құйып, жақсылап араластырып аламыз. Барлығын араластырып болғаннан кейін шамамен 25-30 минутқа маринадталуға қоямыз. Бетін міндетті түрде жауып қоюымыз қажет. Жарты сағат өткеннен кейін табамызға зәйтүн майын құйып аздап жаңағы тауықтың етін орналастырамыз. Және де баяу отта асықпай екі жағынан 15-15 минуттан пісіріп аламыз. Егер қажет болған жағдайда табаның қақпағын жауып пісіруімізге де болады. Осы аралықта бізге қажет болатын қияр және қызанақты видеодағыдай етіп турап аламын. Мінекей біздің тауықтың еті 15 минут пісті бір жағынан, енді екінші жағын аударып, тағы да 15 минутқа пісіріп аламыз. Біздің шаурмамызға ерекше дәм беретін соус дайындаймыз. Ол үшін дүкен қаймағы немесе майонез қажет болады. Және де үкіштен бір зубчик чеснок, сонымен қатар тұздалған қиярды өткіземіз. Барлығын жақсылап араластырып аламыз. Осымен біздің соусымыз дайын болады. Қажет болған жағдайда тұз қосуыңызға болады. Осы аралықта тауықтың еті дайын болды. Видеодағыдай етіп турап шығамын. Өздеріңіз көріп тұрғандай өте жұмсақ болып піседі. Бізге шаурмамызға қажет фриді дайындап алдым. Фридің жасалу жолы менің YouTube каналымда бар. Төменге ссылкасын қалдырамын. Ал енді шаурмамызды жинақтап бастаймыз. Менде дүкеннен сатып алынған лаваш, ұнсыз және ашытқысыз деген түрін сатып алдым. Сіз өзіңізге ыңғайлысын алсаңыз болады. Алдымен лавашқа соусты жағып аламыз. Кейін тауықтың етін, қызана, қияр, фриді салып, және де қажет болса тағы да арасына соусты жағып, видеодағыдай етіп жинап шығамыз. Дайын болған шаурмаларды қызып тұрған құрғақ табада екі жағынан бірдей қыздырып аламыз. Көріп тұрғандарыңыздай менде грильница табасы. Егер сізде ондай болмаса, кәдімгі табаны қолдансаңыздар да болады. Тек сіздің табаңыз міндетті түрде құрғақ болуы қажет. Осымен біздің шаурмаларымыз дайын, өте дәмді, ерекше болып шығады. Міндетті түрде менің рецептіммен жасап көруге кеңес беремін. Дәл осы шаурманы жасап көргеннен кейін көшеден сатып алатын шаурманы жегіңіз келмей қалады. Достар, егер сіздерге менің рецепттарым ұнаса, каналыма тіркеліп алуды ұмытпаңыздар. Жұма сайын дәмді, пайдалы рецепттармен бөлісемін.